Ыс. Ыс буыны ашық буын. Айта ғой, ыс буыны қандай буын? Дауыссыздан басталып, дауыссызға аяқталып тұр. Дауыссыздан басталып, дауыссызға аяқталып тұр. Тұйық буын, я неге? Дауыссыздан басталып, дауыссызға аяқталып тұр. Тұр буындар. Тұр буын бітеуін себебі дауыссыз дыбысқа басталып, дауыссыз дыбысқа аяқталып тұр. Себебі Бұл сөз бір жағдайда тасымалданады. Неге? себебі Сөз дыбыстық мерзімге беріліп тұр. Неге? Себебі бұл дыбысты айтқанда көптен шыққан ауыз қуысында еш көз кедергіге ұшыраған ауа еркін шығады. Тілдің қысына қарай тіл ашты немесе жуан дауысты дыбыс. Шет буындары, бітеу буындар неге? Себебі дауыссыз дыбыстан себебі буын дауыссыз дыбыстан бастап, дауыссыз дыбысқа аяқталып тұр. Бұл сөз жеткізеді болып үш жағдайда ғана тасымалданады. Неге? Себебі сөз төрт буыннан тұр, немесе сөз буын жүйесіне сәйкес тасымалданған. Қазақ тілінде сөз екпінінің біршама орны тұрақты сөзге қосымша жалғанған сайын екпін сөздің соңғы буынына қарай ығысып отырады. Сондықтан бұл сөзде екпін сөздің Сондықтан да бұл сөзде екпін сөздің д буындағы дауысы дыбысына дауысы дыбысына түсіп тұр. Сөзде бұның үндестігі бар, себебі д жіңішке болғандықтан оған қосымша жалғанатын сайын жуан нұсқасын алмаймыз. Д нұсқасын алмаймыз. алтыншы сатысы айтылған шығар. Енді алтыншы сатысына Жақсы, айта беріңіз. Енді сөзіне дыбыс алған математикалық талдау берілгені енді нешеуі дауыссыз, олардың нешеуі Қанша дыбыс бар? Қанша дыбыс? Олардың нешеуі дауысты, нешеуі дауыссыз. Бұл сөзде екпін қайда түседі? Бұл сөзде екпін те буындағы е дауысы дыбысына түсіп тұр. Бұл сөзде буын үндестігі бар ма? Бұл сөзде буын үндестігі жоқ, себебі тігіш сөз. Әдебиеттен. Ғылым таппай мақтанба. Ғалым болмай немене балалықты қисаңыз. Болмасан да ұқсат бақ бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым істесеңіз. Сізге ғылым күн бере жанбай жатыр сөнсеңіз. Не де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Өзің үшін үйренсең, жаман достан жиренсең, ашуларсың жалғызың. Бұл өлеңнің авторы Абай Құнанбаев. Абай Құнанбаев қазақтың ұлы ақыны. Азан шақырып қойған аты Ибрахим, анасы еркелетіп Абай деп атап кеткен. Әкесі Құнанбай, анасы Олжан, әжесі Зеренің тәрбиесінде өскен. Абай Құнанбаев 1904 жылы қайтыс болған. Тақырып дегеніміз автор айтайын деген ойының негізгі арқауы. Бұл өлеңнің тақырыбы 1888 жылы жазылған. Ғылым таппай мақтанба. Бұл
өлеңде адамдардың ақыл мен білімге ұмтылуы. Жан түрі поэзия өлең дегеніміз белгілі бір шыны қайнақ ілестіріп үйлесімдері ақпен келетін өлеңді сөз жүйесі. Идея дегеніміз тақырып арқылы автор айтайын деген ойы мен мақсат арманы. Бұл өлеңнің идеясы жастарды білім мен ғылымға ұмтылуы, ақылды парасатты адам болып, жамандықты жақсылықтан ажырата білуді үйретеді. Шумақ дегеніміз аяққа. Мұғалім сөзіне сөз азықтауы. Бұл сөз айту жазу жолдарына қарай жуан буынды сөз неге? Аралас буынды себебі бұл сөзде Себебі сөздің құрамындағы дауысты дыбыстар аралас дауыстылар. Бірінші жуан, сосын бірінші себебі сөздің құрамындағы дауысты дыбыстар жуан және жіңішке болып араласып келеді. Бұл сөз мұғалім болып екі буынға мен екеуінің бірін таңдай алмай отырмын да? Үш буынға бөлінеді. Неге? Себебі сөздің құрамында үш дауысты дыбыс бар. Мо буыны ашық буын неге? Осында келесіне шықпайды. Келесіне дайыналамыз. Көппен дайыналамыз. Жақсы. Ерлік пен бірлік жеңіске жеткізеді. Сөйлемге синтаксистік талдау жасаңыздар. Үш әдіс бойынша сөйлемде бір тыныс белгі бар. Ол нүктеліктен қойылу себебі ойды аяқтап сөйлемді тиянақтап тұр. Айтылу сазы мен мазмұнына қарай хабарлы сөйлем себебі ой баяндай жеткізіліп тұр. Құрылысына қарай жай сөйлем себебі бір нәрседен құралып келіп тиянақты бір ғана ойды білдіріп тұр. Бұл сөзбе құлағынан тәушеңіз. Тұлғасына қарай жеңіс негізгі бірден тұр себебі сөздің әрі қарай бөлшектенбейтін мағына беретін негізгі бөлігі. Құрылысына қарай дара себебі бір ғана ойды білдіріп тұр. Жеңіс не деген сұраққа жауап береді. Ендеше бұл зат есім. Зат есім дегеніміз кім, не, кімдер, нелер, тағы да басқалар сұрақтарға жауап беріп, заттың нәрсенің деректі дерексіз құбылысын жартылай аталуы. Сөз табы. Мағынасына қарай жалпы есім себебі біркелкі деректі ұғымның жалпылай аталуы. Жансыз себебі тәушек иесі емес. Тәушек иесі емес. Дерексіз себебі көзбен көріп, қолмен ұстап, тануға болмайтын сөз табы. Сөз табы ма? Нақты емес себебі дерексіз болған нәрсе нақты болмайды. Ерлік сөзіндегі дыбыстарға математикалық тәсілдер. Жоқ, жеткізеді сөзіне. Жеткізеді сөзінде сөз жазылып талдау жасаңыздар. Бұл сөз айтылу жазылу жолдарына қарай жіңішке буынды сөз неге? Себебі сөздің құрамындағы дауысты дыбыстар жіңішке дауыстылар. Бұл сөз жеңіске жеткізеді болып үш буынға бөлінеді. Жеткізеді болып төрт буынға бөлінеді. Неге? Себебі сөздің құрамында төрт дауысты дыбыстар бар. Жені буындалы. Жеткізеді. Же деген буын жоқ қой, е? Келесі бар. Жеді буындары. Жет буыны бітеу буын себебі буын дауыссыз дыбыстан басталып, дауыссыз дыбысқа аяқталып тұр. Көзеді Көзеді буындары. Дина? Көзеді буындары
ашық буындар себебі буындар дауыссыз дыбыстан басталып Дыбыстардан, иә, көп. дыбыстардан басталып Көшедірме. дауысты дыбыстарға аяқталып тұр. Жеткізеді. Буындары Айттым ғой оларды. Енді. бұл сөз жеткізеді болып үш буында Тасымалды айтамыз, иә? үш жағдайда тасымалданады. Неге? Себебі сөз буын жүйесіне сәйкес тасымалданған, немесе сөз буын жүйесіне Шатастырым, иә? Себебі сөз Себебі сөз буын жүйесіне сәйкес тасымалданған. Иә, енді дұрыс. Бұл сөзде қосымша бұл сөзде екпе қайда түседі? Ол қазақ тілінде сөз екпенің орны біршама тұрақты. Сөзге Сөзге қосымша жалғанған сайын екпін сөздің соңғы буынына қарай ығысып отырады. Сондықтан бұл сөзде екпін жеткізеді. д буындағы дауысы дыбысына түсіп тұр. Сөзде түбір мен қосымшаның арасында буын үндестігі бар, себебі түбірдің соңғы буынында жіңішке болғандықтан оған жалғанатын қосымшаның да жіңішке д нұсқасы келіп тұр. Сондықтан біз оның жуан д нұсқасын алмаймыз. Бессатысы, иә, сен? Иә. Ерлік сөзіне. Берілген ерлік сөзінде қанша дыбыс бар, оның нешеу дауысты, нешеу дауыссыз екенін бізден сұрайды. Шешу ерлік сөзінде 6-5 дыбыс бар. Оның екеуі олар дауысты дыбыстар. Неге? Себебі бұл дыбыстарды айтқанда өкпеден шыққан ауыз қуысында ешбір кедергілерге ұшырамай ауа еркін шығады. Төртеу олар, үшеуі олар Ерлік деген сөз. К дауыссыз дыбыстар. Неге? Себебі бұл дыбыстарды айтқанда өкпеден шыққан ауа ауыз қуысында түрлі кедергілерге ұшырап ауа қысылып шығады. Тілді. Тілдің Қасына қарай екі дауысты дыбыстың екеуі де олар тіл алды немесе жіңішке дауысты дыбыстар. Неге? Себебі бұл дыбыстарды айтқанда тілдің ұшы сәл алға қарай созылып, үсті сәл төмендейді, жіңіштенеді, жақтың ашылу дәрежесіне қарай реттейді. Екі дауысты дыбыстың екеуі де олар біреуі ол қысақ, жартылай ашық дауысты дыбыс. Неге? Себебі бұл дыбысты айтқанда жақ жартылай ашылып, ауа еркін шығады. Біреуі ол қысақ дауысты дыбыс. Неге? Себебі бұл дыбысты айтқанда өкпеден жақтау ашылып, үсті сәл ауа қалай тартылады. Ауа қысылып шығады. Жақтан ашылып емін мен езудің қатысына қалай екі дауысты дыбыстың екеуі олар езілік дауысты дыбыс. Неге? Себебі бұл дыбыстарды айтқанда ерні жиырылып, езу артқа қарай тартылады. Бұл сөзге. Бұл сөзде ерлік. Бар ма жоқ па ерлікте? Дауыстылар жоқ. Ерлік, дауысты дыбыстар. Ерлік дауыссыз дыбыстар жоқ. Сен басқаш? Үнді салдырдың қасына қарай үш дауысты дыбыстың екеуі олар үнді дауысты дыбыстар. Неге? Себебі бұл дыбыстарды айтқанда салдырдан гөрі үн басым. Біреуі ол к қатаң дауыссыз дыбыс. Неге? Себебі бұл дыбысты айтқанда бұл дыбыс тек салдырдан тұрады. Сөзде оян дауыссыз дыбыстар жоқ. Айтылу жасау тәсіліне қарай үш дауыссыз дыбыстың біреуі ол к,
ой, р діріл дауыссыз неге? Себебі бұл дыбысты айтқанда дыбыстар мүшелері бір-біріне соқтығысып, ауа дірілдеп шығады. Біреу ол Қ шығу дауыссыз дыбыс. Неге? Себебі бұл дыбысты айтқанда дыбыстар мүшелері бір-біріне қатты соқтығысып, ауа гүл түзіліп шығады. Біреуі болуға ауыз жолды даусыз неге? Себебі бұл дыбысты айтқанда ауа ауыз арқылы шығады. Бұл сөзде ызың мұрын жолды дауыссыз дыбыстар жоқ. Жасалу орнымен дыбыстар мүшелерінің қатысына қарай үш дауыссыз дыбыстың екеуі олар р-лы да тіл алды дауыссыз дыбыстар. Біреуі ол к, тіл ортасы дауыссызы. Әдебиеттік оқу өлең. Мәйірлеп жатқа айтып талдау. Сырбай Мәуленов. Балалардың бақыты өлеңіне сатылай кешенді талдау. Аспан толса күлім деп, айын биік ойнатып, Ақса бұлақ гүрілдеп, балаларға сол бақыт. Балаларға бұл сол бақыт болса отаны аман сау. басын бұлтқа байлантып, тұрса ыстықтап алады. Балаларға сол бақыт аман болса әкесі, қатар өсет тәтесі, аман болса анасы. Жүрсе алдында